Ассалаумағалейкум, амансыз ба? Қайырлы таң тағы да. Курсқа жазыласыз, иә, мысалы үшін ағылшын тіліне. Сөйтіп курсқа жазылып, не болды işte. Жарайды. Сөйтіп курсқа жазылғаннан кейін мен курсқа барып жүрмін, курста ағылшын оқып жатырмын деп басқа уақыттың бәрінде, яғни ағылшын тілін ұмытып кетесіз. Түптің түбінде келген кезде, курстың соңына келген кезде ешқандай нәтиже де жоқ, ақша да босқа кеткен, уақыт та босқа кеткен болып қалады. Бұндай жағдай таныс па жалпы? Бұл енді осындай бір мәселе бар. Жалпы тіл оқу кезінде көбінесе курс оқыған кезде болатын нәрсе, тілді ғылым ретінде көреміз. Яғни ол қалай қазір айтамын. Тілді ғылым ретінде көру, бір ереже ретінде, бір жаттап алатын дүние сияқты қылып көреміз. Мысалы үшін біз математиканың формуласы болсын, физиканың формуласы болсын, адамша жаңа жаттап аламыз, иә. Яғни қалай бар солай жаттайсың, бітті. Болды. Соны қолданасың. Бұл сондай қатып қалған заңдылықтар. Я жалпы тілде де грамматика деген нәрсе бар. Ол да қатып қалған заңдылық жалпы алғанда, бірақ ол ондай ғылым сияқты дүние емес деп айтайықшы. Яғни ондай ақпараттың түрі емес. Бұл қандай? Енді өзіңіз ойлап қарасаңыз, қазақ тілін мысалы сіз сөйлейсіз. Сіз қазақ тілін кішкентай бала кезінен үйрену үшін сіз оны жаттаған жоқсыз, дұрыс па? Жаңағыдай арнайлап бір сабақтар оқыған жоқсыз, кітап бойынша оқыған жоқсыз сөйлеу үшін. Сізге ол керек болған жоқ. Яғни жазу сызу айтпаймын, сөйлеу. Жалпы тілді қолданып кету үшін, адамдармен сөйлесіп кету үшін кішкентай кезден басып өсе келе солай. Яғни күнделікті қолдану арқылы сіз жеттіңіз ол нәрсеге. Ауысып жейік. Яғни сөйлей алу дәрежесіне солай жеттіңіз. Тіл бізде ол жаңағыдай күнделікті қолданыста болу керек нәрсе. Табиғи жолмен шығарылу керек нәрсе, қолданылу керек нәрсе. Жалпы тілдің ең бірінші мақсаты, ең негізгі анықтамасы дейікші, тіл деген не десек, ол қарым-қатынас құралы деп айтамыз. Жалпы тіл білімінде де сөйтіп айтамыз, жалпы лингвистикада да. Сол үшін тілді бір сағаттың ішіне курс оқисыз мысалы, жаңағы аптасына 3 рет дедіңіз, тек сол аптасына 3 сағат қана қарау, бұл өте үлкен қателік. Осыған жол бермеңіз. Ағылшын, басқа тіл оқып жатқан болсаңыз, тілді енді қалай дұрыс оқимыз деген сұрақ туындайды ғой. Жаңа айтқандай, тілді өміріңізге енгізіңіз. Кәдімгідей әрбір іс-әрекетіңізді, әрбір басқа мынау қадамыңызды, көрген нәрсеңіздің бәрін не істесеңіз, яғни тілмен байланыстырып отырыңыз. Бұл андай жүрген жерде сөйле деген сөз емес әрине, бірақ мүмкіндігінше әрбір іс-әрекетіңізді қарапайым, мысалы кіммен сөйлессеңіз де, ағылшын тілінде мысалы оқып жатқаныңыз, ағылшын оқысаңыз, ағылшын тілінде мына нәрсені мен қалай айтамын деген ой сізде болу керек әрқашанда. Егер тілді жаңағы өміріңізге енгізіп табиғи түрде оқуыңыз келсе, табиғи жолмен, сонымен қатар бұл азыздан күнде деген қағидаға да келеді. Енді біздің бір жыл бір тілде кітабымызда айтқанымыздай, азыздан күнде деген қағида бар. Бұны енді асықпай келесі видеода айтармыз. Бірақ жалпы сол табиғи жолмен өмірге сіңіре отырып, әрбір іс-әрекетіңізбен бірге жүріп отыру керек. Тілді бір сағаттың ішіне қамап қоймаңыз, тек сабақ оқыдым екен деп тілді оқу олай кішкене дұрыс болмайды енді. Нәтижесі қанағаттанарлықсыз деп айтайыншы. Қанағаттанбай қаласыз, нәтижеден ойыңыздан шықпай қалуы мүмкін. Мысалы, бір сөз айтсаңыз да, мысалы адаммен сөйлескен кезде де мысалы бір сөз айтсаңыз да, жаңа бір сөздер үйреніп алуға тырысыңыз әрқашанда. Сондай нәрсе, яғни сондай нәрсе. Мүмкіндігінше тілді қолданыңыз, тілді қолданысқа енгізіңіз. Мысалы, бұны қалай жасаймыз? Мысалы, өткен видеоның біреуінде айттық, қателеспесем, journaling деген нәрсе бар. Journaling күнделік жазу. Күнделікті не істедіңіз? Таңертең кешке, таңертең тұрасыз, бүгінгі менің осындай жоспарым бар дейсіз. Осындай жоспарларым бар дейсіз де, сол нәрсені жаңағы транслейтер болса, егер аудармашы болса, білмеген сөздеріңіз болса, яғни аударып алсаңыз болады да, солай. Аударып аласыз да жазасыз. I want to go to my friend. Мысалы, мен досыма барғым келеді бүгін деген сияқты. I have some work. Мен біраз жұмысым бар деп. Үстіп кете береді. Үстіп күннің соңында да дәл солай күнделік жазасыз. Бүгін не істедім?
желкен. Бүгін не істедім деген сұраққа жауап бересіз. Бүгін мен осылай істедім, осындай жерге бардым деген сияқты солай. Және өте тағы бір мәселе, осы жерден көрген болсаңыз өте үлкен, яғни құттықтағым келеді, жарайсыз. Өйткені бұл өте маңызды нәрсе, мен ұмытып келе жатырмын осыны айтуға. Күнделікті контент өмірге енгізудің ең үлкен бір бөлшегі, яғни ол контент көру күнделікті. Мысалы сіз Instagram, болмаса YouTube көресіз, иә? Дәл қазір мысалы YouTube көріп сияқты көресіз видеолар. Шортс болуы мүмкін, қысқа болуы мүмкін. Сол видеолардың бәрін ағылшын тілінде көруге тырысыңыз. Енді қараңыз, жай ағылшын тілінде емес. Әйтеуір қандай видео шығады, бәрін көре беру емес мәселе. Өзіңізге қандай тақырыптар қызық, сол тақырыптарды қараңыз. Мысалы, сіз кітап жайлы қызығасыз, иә, кітапқа қызығасыз. Кітапқа қызықсаңыз, кітап жайлы, кітап оқу жайлы, кітап оқудың әдістері деп жаңағы methods of reading books деген сияқты, reading a book деген сияқты. Кітап оқудың 5 әдісі деген сияқты неше түрлі видеолар болады жалпы. YouTube-тан ағылшын тілінде іздесеңіз өте көп ақпарат бар. Ол енді о жағынан енді мәселе жоқ. Ақпараттың тапшылығы деген нәрсе мүмкін емес. Сол үшін жаңағы сол ұнайтын тақырып, мысалы саяхат ұнай ма, travel дейсіз, жазып жібересіз, көресіз. Сөйтіп ұнайтын тақырып жайлы күнделікті Инстаграмнан парақшаға жазылып қойған неше түрлі ағылшын тілінде оқытатын, үйрететін, болмаса ағылшын тіліндегі жаңағы саяхат жайлы, бизнес жайлы, көліктер, машина жайлы, футбол жайлы, футбол болса мысалы, тамақ пісіру жайлы, мысалы әйел кісілерге деген сияқты жаңағы YouTube-тан жазылып қоясыз, күнделікті ішке шығып отырасыз, күнделікті қарап отырасыз. Бірақ видео, яғни 30 секундтық қысқа видео көрсеңіз де, оның өзі сіздің өміріңізге енгізуге жаңағы аз-аздан күнделікті табиғи жолмен өмірге еніп кетуіне ол үлкен септігін тигізеді. Жалпы осы сияқты айтқым келген нәрсе, ойымды жинақтадым деп үміттенемін, барынша түсінікті болды деп үміттенемін. Осындай мәселе, яғни бір курсты, ағылшын тілін, жалпы тілді 1 сағаттың ішіне қамап қоймаңыз. Басқа уақытта да оны қараңыз, басқа уақытта оны зерттеңіз, басқа уақытта да қолданып, сөйлеп, жаңағы контенттер көріп, неше түрлі өмірде қолданыңыз. Кәдімгідей өмірдің бір бөлшегі болу керек. Қазақ тілі дәл қалай бөлшек, сіздің өміріңіздің бір бөлшегі болса, дәл солай басқа тілде солай болуы керек. Тіл ол ғылым емес, тіл ол жаттап алатын басқа сабақтың, мектептің пәні сияқты нәрсе емес. Ол табиғи жолмен ену керек. Сіздің өміріңіздің бір бөлшегі болу керек нәрсе. Жақсы. Көп созып кетпедім деп үміттенемін. Түсінікті болды деп үміттенемін. Егер де ұнаған болса, видео лүпілдетіңіз, тіркеліңіз. Иншалла, пікір жазып қойыңыз. Егер сұрақ болса, немесе ұсыныс болса, әрине әрқашан қарауға дайынмын. Жалпы осы сияқты иншалла. Жететін шығар осы бүгінше. Ассаламу алейкум. Көріскенше келесі видеода.